Пап, мам, бір видео түсіріп алайыншы. Не видео? Өлең айтсаңыздар болды. Өлең? Ей, өлең несі құршай? Сіздердің махаббаттарыңыз туралы. Күшті ғой. Керек жағай. Тоқтамайым. Мен жанайын жансам отқа. Жана бер. Сорлы. Опа. Қойсай болды ғой, жағыласа бермей. Айтайықтан дұрыстап. Ойбай, ойбай. Өлі, мұна сорлы бар ғой. Болды. Вот шей. Ей, болды. Сіздердің махаббаттарыңыз туралы ғой. Я, қойшы сен ей. Сезіміңмен құрып кетші. Түсірмей қойықшы, қойшы. Сорлы. Мама? Папаға пранк істейді. Не пранк? Мына сорлы көл дарияға батпасын қазір. Мама, сіз жалғастыра беріңізші. Сен қаға? Мен қазір шығып келейін. Не істеп отырсың? Су ішесің ба? Балаңның істеп жүргені қой? Тазик, сабының дайында. Ой, сорлы, шыжың! Жай. Ой, ұяттағы! Жай. Ой, мына. Ой, мал! Жаны бар адам құсап шықсай, праңдың атасына айуан. Айта беріңім. Маған анау Бритва. иә. Сосын жаңа Тез зарант жаны. оны қақтан біліп қойғансыз, көріп келе екенсіз ғой. Көріп келді емес ол? Ы. Көрініп тұр ғой. Ыржиып тұрған. Мына көкем, жаңа жеңшем айтқан макролындарына обалан ұрысып атсыз оған. Жеті атасын білмейді, жетесіз. Ой, жеті атасын білмейтін болса, мына қарыз дәптер берем ғой. Жеті атасы полный жазылған ғой, шежіремен бірге. Жаттайсың ба? Уже міне 9 атаң бар сенің. Жыртып берейін мен. Ей, ана бала. Тимесек жазылайын мен сені. Дұрыс әпше, міне, вот тәрбие тал бесіктен дейді. Баланы жазалап тұру керек анда-санда. Әсте манго бересіңіз. Өлі әпше. Сізді де біреу жазалау керек ау. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Бола көрем. Бір мұқтаж адам қарызын өсіп кетсе. Міне. Осындайларға бір риза боламын да мен. Кім деген? Мына жерде Нұрлы деген кісінің қарызы бар. 150 мың теңге. Өшіріпсіз? Өзіне звондап айта саласыз ғой? Болды, міне. Қазір өшіремін. Нұрлы қарызың өшті сенің. Еріккен айуан. Ойнама өйтіп. Ал, ойбай, әпше помидорды қолыңызға ұстап алғаныңыз, пакетке сап берем ғой, әкеңіз бер. Ойбай, әпше жаңылдым. Айып етпеңізші. Пакет жоқ екен ғой бізде. Алтын ағам қарызға береді ғой мен. Мә. Саған да қарызға ма? Мә. Құрып. Шәріптің магазинінде. Айта ғой қарындас, не аласың? Ағай бір одноразка бар ма? Ұялмайсың ба? Қазақтың қызы емессің ба? Жап-жас болып, немене біле? 7000 теңгелік алайын деп ма? Болды ғой жаным, міне. Мандайлары бар, көп. Мына жақтың бәрі арзан ғой, Не арзан ғой? Елде қымбатшылық. Бізде май қаншадансыңдар? 200 теңгеде болып жатыр аналар. Ой, тұрмай бір. Ой, мен елімді ойлаймын ғой. Міне. Сұрау өтіп кеткен просто. Бәрін. Мына чипсиді алам. Мына чипсиді алып бүгін әйелмен қытырлатайын деп тұр кезінде, Анар бар ма? Анармен бір аңырат. Жарай қазір. Қандай темекі аласың, айтшы. Бір сурет жеңілдеуін берші. Бір сорлай. Соқырлық дейтін көз керек, инфаркт жүрек керек. Шала туып, болмаса шекпей қойса оны. Анау гангрена деген берсеңші. Сөйте салшы ма, қандай ауру екен білмеймін. 720 теңге. Бере салшы. Өз ауруыңды өзің сатып алып жатсың ғой. Берсе ақшасын. Амайтын болдың ба? Амайтын. Бекер айттым. Мынаны есептеп бере салыңыз. Басқа жоқ па? Басқа қамады. Жарысын өзім ішіп қойған ғой. Не сок бұл? Гранатовый сок қой, золотая жизнь дейтін. Қатты өтіп жатыр қазір. Магазиннің абасы сенде. Қай жақта ол? Барыс базар бар ғой, Алаш базарының артында. Сол жақта сатып жатыр. Бүкіл магазин алып жатыр ғой. Сендерге Мынаны берсеңші ішіп отырыңыз. құршы. Ақшасын берсе ана. Аға, бір шиша беріңіз. Айуан, сен ұялмайтын болғасың ба магазинге келіп бір шиша сұрап? Өй, жетпегір. Жоқ ондай бір шиша. Құры бар. Қойсай. Ашық қойған. Көкөз, карантин режимін әлі сақтамағыз. Шәріптің магазині ғой бұл. Айтыным. Жаңандай. Котекс ба? Келін бала жіберді да, өз жұмсалып бар. Аға, нан бар ма? Нан бар ғой. Неше? 80. Ана яқты 70 теңге ғой. Болды, 60-тан берем, ала бер. 50 теңге бар жағында. Соған құры бар онда. Аға,
Қолдың сүті бар ма? Қолдың қаны бар ені. Қан болады ғой қолда, сүт шықпайды. Биология оқымағыз ма? Оқыған ғой. Оқысаң да сперматоидты оқыған білесің ғой сен. Аға горилла беріңізші. Горилла зиян ғой ішпесе ол. Демей берсінші маған. Ол да зиян ол. Өзім денсаулығым өзім білемін. Нәкәс қарызың төле ондай. Жақында үйленгем ғой. Соны Әйеліме сыйлық берсем ба деген. Мына апарып бердім. Бұл несі ма? Бірдеңе үйренеді. Өу, 1000 шлака болып тендіш. 1000 шлака болып? Иә. Магазинге келіп тұрсың бірақ, а? Болды ка мен пакетке салып дайындап беремін қазір. Бош деді. Мә. Көге андай бересеңші. Ей, нәкәс, аптека жолдың арғы бетінде құрсай бара нәқа. Шәріптің магазині ғой бұл. Болды ма? Қарыздарын төлесеңдерші, жүре бересіңдер ма? Айлықтарыңды абатсыңдар ғой. Төлейміз ғой көге. Төлеңдер тетсіз. Айта бер қарындасың, не аласың? Темекі бересеңші. Темекі? Ессе капсулада, я? Иә. Дези ішесің ба сен? Дези ішетін қызға ұстап тұрсың ғой. Көге сарағаш бересеңші. Бұл? Газ алған болса екен. Безгазы сарағаш бар бет, нәкәс? Көге, Каспий Назирке деп шыға ма? Каспий сода ғой. Каспий өзімізде болса, арықтың, латоктың ішінен бір-ақ шығып отыр ғой. Көге, 2-3 темекі бересеңші. Сен темекі шеген боласың ба? Жақ бір адамдар жұмсап отыр. Баяғыда біз айтатын сылтау еді, сол хит болып кетіпті да, я? Жақсы бір сылтау шығарып алсайдаршы, қазір неше түрлі сылтаулар бар ғой, әп-әдемі. 7000-нан толып тұр ғой. Ол қыз екен ғой. Қандай темекі? Тәттімен ауаттан дәмін татпасам тағат